Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгін бізде кескіндеме сабағы. Бүгінгі сабақты мен ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 33-ші сөзбен бастағым келіп отыр. Егер де мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулесі су. Және де сендердің зейіндерін сабаққа аудару үшін кейбір суретшілердің туындыларын есімізге түсірейік. Ван Гогтың түнгі кафе туындысы. Таныс па бізге? Не бейнеленген ол жерде? Өзі аты да айтып тұр, иә, түнгі кафе туындысын есімізге түсірейік. Ван Гогтың түнгі кафе туындысы. Келесі қандай туынды? Кім біледі? Келесі портрет. Портрет қандай? Кімдікі ол? Кімнің портреті? Напенғұлының емес па? Потанин. Потанин кімнің ол? Шоқан Уәлихановтың Потанин графикалық туындысы, иә? Қазір демонстрацияны ашайын. Сендерге шықты ма экранға? Я шықты, иә? Иә. Шықты. Олай болса, бүгінгі сабақтың бағалау парағымен таныстырайын сендерді. Келесі бағалау критерийлері бойынша сендердің жұмыстарын бағаланатын болады. Демек, акварель бояуын палитрада қолдана алуларың, бояу түстермен көлемді сомдауларың, сұрақтарға жауап берулерің, тапсырмаларды дұрыс орындауларың бағаланатын болады. Осыны естен шығармайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бояу түстермен дене көлемін сомдау. Theme of our lesson: performing the volume of the object with colors of paint. Сабақтың мақсаты: бояу түстермен дене көлемін сомдап үйрену. The goal of our lesson: learn how to perform the volume of objects with colors. Бүгінгі сабақты біз крестиктер, нөлдіктер әдісімен бастаймыз. Демек, бұл алынғы сабақтарды қайталау мақсатында. Маған екі студент керек болады. Данеля, Қаракөз, екеуің. Данеля, қандай таңдайсың? Крестик боласың ба, нөлдік боласың ба? Крестик. Крестик, Данеля. Демек, нөлдік. Қаракөз, сен боласың. Дауыстарды қосып отырыңдар, е, микрофондарыңды. Бірінші сұрақ. Данеля, демек, саған бірінші сұрақ. Негізгі түстерді ата. Көк, қызыл, сары. Жақсы. Өз белгіңді қай жерге қоясың, қай ұяшыққа қоясың өз белгіңді? С-ға біріншісіне. S1. Аха. Жақсы. Келесі сұрақ Қаракөз саған. How do you say көгілдір in English? Көгілдір too blue. Қалай? Көгілдір дегеніміз too blue. Sky blue немесе, иә, басқаша айтқанда. Жақсы. Сен өзің нөлдігіңді қай жаққа қоясың, қай ұяшыққа қоясың? Екінші. Екінші қай жерге? А, Б, С? А. 2А. Жақсы. Данеля, саған келесі сұрақ. How do you say күлгін in English? Purple. Okay, it's right. Purple. Крестігіңді қай ұяшыққа қоясың? B2. B2. Жақсы. Келесі сұрақ Қаракөз саған. Жарық сәулесі затқа аса көп түскен кезде ол шағылысып пайда болады.
Демек сұрақ не пайда болады? Көлеңке. Аса көп затқа түскен жерде не пайда болады? Жаңа айтады ғой. Көлеңке. Көлеңке? Жоқ, көлеңке емес, дұрыс емес. Данеля, саған мүмкіндік берейік? Тағы да айтыңызшы сұрақты. Жарық сәулесі затқа аса көп түскен кезде ол шағылысып пайда болады. Демек сұрақ не пайда болады? Свет. Қалайша айтады? Жарық жері пайда болады. Ол жарық жерде не пайда болады? Ең жарық жері, натюрморт салғанда мысалы, не пайда болады? Қалай атаймыз біз оны? Атын тұрмады қалайша. Жақсы, екеуінде жауап бере алған жоқсыздар. Жылт пайда болады, қыздар. Жылт, е? Келесі сұрақ. Қаракөз саған. Name the basic colors in English. The basic colors in English. Демек, негізгі түстерді атауың керек. Бас in English. Ағылшынша. Жақсы, Данеля. Blue, yellow, red. In English. Қайталаш қайтын. Blue, yellow, red. Blue, yellow, red. Окей, it's right. Қай жерге қоясың белгіңді? S2. S2. Жақсы. Келесі сұрақ, Қаракөз қайтадан саған. Give warm colors. Warm. Жылы түстерді аты. Жылы түстер, қазақша айтерсің бол ма? Айта ғой қазақша. Қоңыр, қызыл, сары, оранжевый. Жақсы. Қаракөз, қай жерге қоясың белгіңді? Нөлдікті қай жерге қоясың, орналастырасың? Бірінші си. Бір си белгі бар ғой бізде, крестик тұр ол жақта. Үшінші би. 3 би. Нөлдікті қойдық, жақсы. Келесі сұрақ Данеля саған. Жансыз заттар мен бұйымдар бейнеленген суретті қалай атайды? Натюрморт. Натюрморт, жақсы. Белгіңді қай жерге қоясың? S3. C3. Демек, Данеля, сенде белгі тұр, я? 1C, 2C, 3C. Демек, сен жеңдің. Қыздар, рахмет ойынға. Келесі. True or false әдісі арқылы біз алдыңғы өткен тақырыптарды қайталаймыз. True or false. Кез келгендерің жауап берулерің мүмкін. Тек қана микрофонды қосып, немесе қолдарыңды көтеріп жауап берсеңдер болады. Біріншісі, эскиз. Тыңдаймыз. Эскиз алдын ала қағаз бетіне көркем сурет туындысының картина, мүсіндеме, театр мен декорация және архитектурлық жобаның түпкі ойы түсірілетін нобай. Қалай ойлайсыңдар? Бұл true information or false information. Демек, дұрыс па, жоқ, бұрыс па? True information. Қалай Данель қайталаш? True information. Yes, it's true information. Өте дұрыс. Келесі. Аяжан, оқи қойшы, сендерге шығып тұр ғой. Микрофоныңды қосып, оқы. Келесі, пентаптих дегенді. Композицияның оның және сол жақ бөлігінің салмағының пішінінің түсі мен деннің тепе-теңдігіндегі элементтердің өзара үйлесімділігі, сұңғақтығы,
қамтамасыз етеді. Геометрия ою өрнек бейнелеудің жиі қолданылады. Жақсы, сен қалай ойлайсың? Пентатих бұл дұрыс жауап па әлде бұрыс па? True or false? Жалған деп ойлаймын. False. Дұрыс, бұл жалған. Я, жалған мәлімет. Демек, false. Жақсы. Келесі, қаракөз, диптих дегенді оқи қойшы. Диптих екіге жарылып ашылатын екі бетіне де кескіндемелік немесе рельефті суреттер салынған бүктеме. Жақсы, қалай ойлайсың? Бұл Диптих дегенді өзіне не білдіреді? Диптих. Екі дегенді білдіреді. Демек, қалай ойлайсың? дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлайсың. Жақсы. Жақсы, өте дұрыс жауап. Вот такой. Сен бізге қосылдың, я симметрия. Symmetry. Оқышы. Анықтамасын оқып, бұл true or false information. Жақсы, вот такой естімейді сияқты. Ақ тілек. Вот такой даусын қосылды ма? Ақ тілек. Ақ тілек даусыңды қосып. Симметрияны оқышы, symmetry. Немесе жауап берші маған, бұл true information or false information. Дұрыс па әлде бұрыс па? Бейнелеу өнерінде жалпы тақырыбы. Ақ тілек естіп тұрсың ба? Сюжеті немесе композициясы бойынша біріктірілген үш картина. Рельеф я болмаса сурет туындысы. Аяжан, Данеля, сендер айтыңдаршы. Ал. Симметрия. Бейнелеу өнерінде жалпы тақырыбы, сюжеті немесе композициясы бойынша біріктірілген рельеф я болмаса сурет туындысы. Я апа менде Жақсы, Данеля жауап берсін, я? сурет туындысы. Үш картинаның біріктірілген сурет туындысы триптих деп аталады. Бұл false болады. Окей, здесь false. Және де тарихи жанр. Ең соңғысы, я, триптих бағына айтып кеттік, ол үш картинадан тұратын туынды, я? Тарихи жанр, historical genre, белгілі бір оқиғалар мен тарихи кезеңде бейнеленген көркем шығармалар. True information or false information? True. Is true information, я, өте дұрыс. Акварель. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырыбы ол акварель. Неге? Өйткені біз жұмысты акварельмен орындайтын боламыз. Сондықтан біз акварель ол бізге бөтен зат емес, бізде таныс, біз жұмыс жасағанбыз, және де оның не екенін білеміз. Бірақ қайталап кетейік, акварель деген аква деген сөзден жаратылған, демек аква деген су дегенді білдіреді. Құрамында суға еритін желім қосылған түрлі түсті бояу. Кескіндеменің ең әсерлі түрі. Акварель бояуларының ерекшілігі ол мөлдірлігі. Бұл кескіндеме техникасында ақ бояу мүлде қолданылмайды. Демек, ақ бояуды бізде өз ақ қағазымыз алмастырады, я? Шығарманың ең жарық нүктелерінде қағаздың тиісті жерлері мүлде боялмайды.
акварель бояулары қолдануға ыңғайлы және қарапайым. Соған қарамастан, акварель техникасы мейлінше өте күрделі болып табылады. Және де акварель бояуының көптеген әдіс тәсілдері бар. Сендер олармен танысыңдар және де қайталап кетсек, қандай әдіс тәсілді білесіңдер акварель бояу қолдану? Аяжан. Біз сондай бір әдістердің бірі мазок немесе түкпе. Ол әдіс негізінде біз қалқанға жағылған бояу қағаз бетіне түкпе ретінде жазамыз. Жақсы, я, мазок демек түкпе, я, әдіс тәсілі. Жақсы, Данеля. Гризаль. Гризаль. Жақсы, өте жақсы. Оның анықтамасын берші маған, гризаль деген нені білдіреді? Ол француз тілінен сұр дегенді білдіреді. Ол сұр, сосын қоңыр, көгілдір түстерде орындалады. Өйткені бұрыннан бұл келе жатыр. Бұрында суретшілер статуя сорын суреттерін жасау үшін сондай түстерді қолданған. Жақсы. Және де пуантилизм деген таныс па сендерге? Пуантилизм деген француз тілінен аударғанда нүктемен жазу дегенді білдіреді. Жақсы, өте жақсы. Және де бүгінгі біздің жұмыс жасайтын әдіс тәсіліміз ол листировка техникасы деп аталады. Листировка бояулардың мөлдірлігі қолданылатын кескіндемедегі көркем сурет тәсілі. Листировка кескіндемеде түстерге жаңа реңдік сипаттама беру үшін, кейде қосымша жарық беру үшін, сонымен қатар түстік күшін арттыру үшін қолданады. Листировка техникасын меңгеру үшін бояуларды араластыру заңдылықтарын білу керек. Егер мөлдір бояуларды бір-бірінің үстіне қабаттап жаға берсе, онда ең жоғарғы қабаттағы түс анықтаушы түс болып есептеледі. Листировка акварельді кескіндемеде көп тараған кескіндемеде. Және де біз бүгінгі жұмысымызды, туындымызды листировка әдісімен бастайтын боламыз. Листировка әдісі ағылшынша technique of glaze. Міне осы суретте көрсетілген, листировка әдісі демек біз суретті қабат-қабатмен, рет-ретмен бастаймыз, бояуды рет-ретмен жағамыз. Демек, ең алдымен мөлдір түсті жағамыз, бірақ ескере кету керек, жылт бар жерін біз боямаймыз, ақ түсті мүлдем қолданбаймыз, бағана алдында айтып кеткендей. Осы реттілік бойынша біз өзіміздің натюрмортымызды сомдайтын боламыз. Және де chain technique деген бізде келесі шынжыр әдісі. Осы шынжыр әдісі арқылы біздің бүгінгі сабағымызды пысықтауымыз керек. Демек, суреттің реңдік өзгерістерін анықтауымыз керек. Ең алдымен, қалай ойлайсыздар, мен сендерге айтып кетейін, рет-ретмен атау керексіңдер. Өздеріңе жазып алыңдар. Жартылай көлеңке, рефлекс, жарық, жылт, көлеңке және түспе көлеңке. Осылардың реңдік өзгерістерін маған атап шығыңдар ретімен. Мына жерде ағылшынша реттілігі берілген, сендер маған қазақшасын айтып шығыңдар. Ең бірінші суреттің реңдік өзгерісі ол қандай? Ол жылт. Жылттан бастаймыз бірінші. Patch of reflected light. Ол жылт. Келесі shine. Жарық. Одан кейін жартылай көлеңке. Пенамбра. Reflex. Демек ол reflex болады. Shadow. Көлеңке. Және де falling shadow. Ол түспе көлеңке. Және де бұл сендерге тапсырма. Түстер палитрасы. Өздерінің A4 форматына осы түстерді қосып, қоспасының анықтамасын маған айтуларың керек. Демек, қызыл мен жасылды араластырса қандай түс алып шығамыз нәтижесінде? Нәтижесінде қандай түс шығады?
Қоңыр. Қоңыр түс, иә, дұрыс. Жақсы. Қызыл және сары түс. Қызыл, оранж. Мгм. Оранжевый. Жақсы. Жауаптарың қабылданды. Келесі қызыл, сары және көк. Көк пен сарыны қоссақ қандай түс пайда болады? Жасыл. Жасыл. Демек жасыл мен қызыл. Қоссақ қандай түс болады бізде? Бағана Данэль айтып кетті. Ең Қоңыр. бірінші қосынды Қоңыр. қоңыр түс болады, иә. Жасыл мен көк айтып кеттік. Жақсы. Көк пен қызыл. Фиолетовый. Күлгін. Жақсы. Күлгін түс, иә. Және де ең соңғысы жасыл мен көк.